Ассалаумағалейкум көрермендер, армысыздар ма, қалайсыздар? Видеоны көрмес бұрын каналымызға жазылып, лайк басып, тіркеліп қойыңыздар. Бұл жерде мынау алдыңғы күрек тұсы оң жақ бетіндегі екі тістің ортасына шірік түскен. Нервісін алмай істейін деп едік. Ол чувство болып жатыр, бәрібір ауырып жатыр. Сол үшін қазір укол салып жатырық. Укол салып болғаннан кейін үйіп қалады. Обезболивающий укол, ұйытатын укол, жансыздандыратын. Соны салып болғаннан кейін бұны емдейміз. Шірігін тазалап, нерві алынады уже. Нервісін алмасақ уже болмайды. Өйткені азу тістерге қарағанда алдыңғы тістері чувствосы мықтырақ болады да. Сосын алдыңғы тістерді кариес қылып, негізі көп істемейді. Глубокий кариес, терең кариес дейді. Ондай болса, көбісі істемейді, ауырады уже ертең. Бір ай болмаса, бір-екі күнде ауырып тұруы мүмкін. Сол үшін сразу нервін алып тастаған дұрыс. Басында әрине тексеріп көру керек. Азу тістерді жаңағындай кариес қылып емдей беруге болады. Өйткені жаңа айтып өткендей, оның чувствосы сәл аздау болады алдыңғы тістерге қарағанда. Сосын орташа бетке кариес болады, орташа кариес, терең кариес болады. Азу тістерді, үлкен азу тістерді терең кариес болса да істей беруге болады да уже. Енді бұл жерде уколын салып болғаннан кейін қазір емдеп жатырық. Нервісін алып, ішіне тазалап, жуып, қайттан сүртіп, и одан кейін канал, бұда бір канал болады, алдыңғы күрек түскен каналын ішін сүртіп болғаннан кейін дәрімен тазалаймыз. Тазалап болғаннан кейін ішін сүртеміз, дәрісін құйып, бетін жауып, и ананы пломбысын қоямыз. Міне осылай. Сіздерге тағы бір айтып өтетін жайт, бұндай жағдайға жеткізбек керек. Ажы болса, жылына бір рет барып тексеріп тұрған дұрыс. 2 жылдағы барсаңыз болады. Көрсетіп тұрғаныңыз өзіңіз үшін. Жаңағыдай кариестің, бетке кариестің енді басына шіріп қара дақ келе жатады. Басында сондай кезде істетіп тастасаңыздар, нервісі де алмайды, әрі жеңіл болады. Арзанға түсесіздер. Үлкендерге де, кішілерге де, адамдарға да кеңес айтайын сіздерге. Егер осылай жүре беретін болсаңыздар, бұның арты пульпиттен кейін периодонтитке айналады. Білгілеріңіз келсе комментарий қалдырыңыздар, мен сіздерге шығарамын.